Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Өтепшінәлі. Мен осы Pixot компаниясында full-stack бағдарламалаушы қызметін атқарам. Жалпы мен Түркістан облысы Сарыағаш ауданында 1997 жылы дүниеге келдім. Ең алғашқы өзімнің осы IT-ге деген қызығушылықтың арқасында Қазақ ұлттық университетінің математикалық және компьютерлік модельдеу мамандығын оқып бітірдім. Және сол студент кездегі екінші курстан бастап осы алдыңғы бастау инновация қазіргі Pixot компаниясында full-stack бағдарламалаушы қызметін атқарам. Бүгінгі айтатын тақырыбым PHP тіліндегі объектіге бағытталған программа, яғни PHP тіліндегі ООП. Бұлай қазіргі кезде PHP тілі туралы көптеген стереотиптер қалыптасып қойған. Барлығымыз білеміз, PHP тілі жетілмеген, PHP программист, ол программист емес деген сияқты сөздер көп естиміз. Негізінен олай емес, просто ол бұрында қалыптасқан стереотип. Олай қалыптасу себебі де бар. Себебі PHP тілі бастапқыда жылдам старт бастау үшін, динамичный сайттарды жылдам жасау үшін арналған болатын. FI деген программа тілімен басталған. Оны арғай жетіліп PHP 3, PHP 4, PHP 5, қазіргі кезде PHP-дің соңғы версиясы PHP 7. Енді сұрақ, PHP туралы тағы айтатын болсақ, қазір PHP сайтында, PHP программа тілімен көптеген танымал сайттар жасалған. Әлем бойынша, Қазақстан бойынша өзіңіз көріп жатқандай Facebook, жаңағы WordPress, Wikipedia, Yahoo сияқты. Енді тағы тоқтала кететін жағдай, қазір көптеген ұсақ және орта деңгейдегі сайттар таза PHP тілінде жазылмайды. Өйткені таза PHP тілінде қолдау көрсету, оған толық функционал жеткізу өте үлкен күш талап етеді, және ондай күшті жаңа төменгі және орта деңгейдегі компаниялар ол проекттерге саламалаған соң, яғни өте ыңғайлы, жақсы поддержка көрсететін PHP тілінде көптеген фреймворктар бар. Бұл жерде танымал Бисал фреймворктың жаңа логотипі тұр, және одан басқа да фреймворктар бар. Қазақстанда қазір көп танымал E2, Symfony, Laravel сияқты фреймворктар көптен қолданады. Статистикаға көшетін болсақ, қазіргі кездегі барлық интернеттегі әлем бойынша веб сайттардың серверный частын жазылған ең көп 79% PHP тілінде жазылған. Және қалғандар басқа тілдермен жазылған, ASP.NET, Java, Ruby сияқты. Енді сәйкесінше, егер ол кез-келген тілмен немесе фреймворкпен көптеген адам айналысатын болса, яғни көптеген сайттар сол тілде жазылған болса, демек ол сайттың ол сайтпен айналысатын жаңағыдай сұрақтарды, жауаптарын оңай табуға болады. Туындаған сұрақтардың жауаптарын оңай табуға болады. Өйткені саған дейін ол проблемалар демек басқа біреулерде кездескен, және оның шешімі жаңа Stack Overflow және Harbor деген сияқты сайттарда оңай табылады PHP тілінде. Енді келесі сұрақ туындайды, PHP тілінде ООП бар ма дейді. Көп ООП қолданбайды негізінен. Сондай сұрақ туындайды, PHP-де ООП бар ма дейді. Кейбіреулер жоқ дейді. Ал негізінен PHP тілінде ООП бар. PHP 7 версиясын бастап ООП-ны толық қамтамасыз етеді, яғни толық қолдайды. Және келесі енді сол көп созбай тақырыпқа байланысты PHP тіліндегі объектіге бағытталған бағдарламалау туралы айтатын болсақ, ең алдымен класстар мен объекттер. Класстар PHP тілінде класс деген ключевой сөзден басталып, сосын класстың аты және фигурный жақша қойылады. Енді осы фигурный жақшаның ішіндегі барлық кодтар ол осы классқа тиесілі болады. Және ол классты астына, егер ол классты басқа бір
класстың несінен бөлек шақыратын объект шақыратын болсақ, жаңағыдай переменнің атын беріп, new, мысалы shop product деген класстан shop product, new shop product деп жазып, продукт 1, продукт 2 деген екі объектін алдық. Және осы объектіні вардан бағылы экранға шығатын болсақ, мынандай нәтиже аламыз, яғни екеуі де бос объект болады. Ал енді осы объекттің үшін бос объектіні ішіне код жазып толтырып көрейік. Мысалы, shop product деген класс, өзіңіз білетіндей, ол класс белгілі бір характеристикаларға ие, ол белгілі характеристикаларға ие болады. Яғни сол характеристикаларын алу арқылы біз новый объект құрамыз. Мына жерде shop product классының ішінде title, producer main name, producer first name деген сияқты, price деген сияқты переменелер тұр. Соның глобальный перемене класстың енді оған продукт 1 деген объект зат еттік. Егер сол объекттің ішіндегі белгілі бір переменеға не болу? Осында белгі арқылы достып аламыз. Яғни, мына жерде продюсер 1 деген объектте title деген перемене шығару керек. Бұл жерде, мысалы, біз класста оны стандартный товар деп жарияладық, стандарт товар деп. Оның стандартный товар шығып тұр. Экранға шыққан емес. Енді келесі, сол классқа, сол объектіге, енді класста жарияланған переменеларға объектіге доступ беріледі ғой. Сол объект арқылы, объекттегі переменелер шақыру арқылы оны жаңа оған данны енгізе аламыз. Мұнда, мысалы, бізде shop product деген продукт 1 деген объекттен тайтылды, жаңа класстың ішіндегі тұрған, яғни объекттің переменелерін өзгерттік, және соны принтқа жіберіп автор, былай алатын болсақ, бізге автордың атын шарт тұр. Яғни мына жерде енгізген даналар шарт тұр. Қате екен, жеті жыл емес бұл. Енді методтар дегеніміз класстың ішінде жарияланатын арнайы функциялар. Метод ключевое слово function арқылы, сосын методтың арқылы, методтың аты, сосын ары қарай егер методтың параметрлері болатын болса, жақшаның ішіне параметрлер беріліп, фигурный жақшаның ішіне соның кодтар жазылады, методтың ішіне жазылады. Енді жаңа біздің shop product классының ішінде новый метод создать ету керек. Мына жерде public function get producer дейді. Жаңа біз мысалы мына жерде продюсердің атын алу үшін мынандай үлкен операционда, дұрыс па? Автор, текст жаздық, сосын екеуін қосып екі перемене, екеуін бөлек аты, дұрыс па? Біреу first name, біреу main name. Енді екеуін мына жерде get producer арқылы екі переменені қосып, біз аты жөнін аламыз толық. Егер оны данный беріп шығаратын болса, онда бізге жаңағы мәліметті алды. Ал бұл жерде біз просто жаңа новый метод арқылы жаңа үлкен кодты шындадық. Енді мүмкін мысалда жаңағы методтардың жұмысы қатты көрінбейтін шығар. Негізінен методтар ол жаңа бізге үлкен кодтарды ықшамды жазуға көмектеседі. Енді конструкторға көшейік. Біздің жаңа мына жердегі shop product деген классымызда оларға белгілі бір параметр бере алмаймыз. Ал егер сол белгілі бір параметр беру үшін, яғни белгілі бір ерекшеліктерін арқылы анықтау үшін, оны конструктор шақырамыз, метод конструктор шақырамыз. Ол PHP-да function деген сөзден кейін екі сосын конструктор деп жазылады, және оның ішіне параметрлер береді. Сосын оның фигурный жақшаның ішіне параметрлерін анықтаймыз. Мысалы бізде енді оны шақыратын болсақ, біз жаңа объект жариялаған кезде тек қана
объекттің атын жазып қойдық қой, ал мына жерде параметрлерін бере аламыз. Конструктор ішінде тұрған параметрлер дәл солай мына жерге аттарын берсек, оны мына ішіндегі ненің переменаларына класстың перечислять етеміз. Сосын егер оны шығаратын болсақ, біз дәл жаңағыдай мәлімет аламыз. Бұл жерде егер 2, 3, 4, 5, 6 продукт болатын болса, ол жерде белгілі бір характеристикаларын, белгілі бір осы нені жариялау барысында, объект жариялау барысында әртүрлі характеристикасына байланысты енгізе береміз. Сосын енді наследование туралы. Енді мысалы бізде жаңа shop продукт деген класс бар, бірақ ол жерде егер біздің сол класстың өзі shop бізде продукттың өзі әртүрлі түрі болса, мысалы ол жерде кітап бар, сосын CD дисктар бар. Дұрыс па? Егер кітап пен CD диск алатын болсақ, онда ол белгілі бір өзінің характеристикаларымен ерекшеленеді. Егер біз мысалы кітапта ол ненің кітаптың бетін жаңа санын алу керек болатын болса, онда CD дискта бізде ненің уақытын жаңа ұзақтығын алу керек болады. Ал егер біз оны үшін get summary line деген метод создать етіп, ол жерге жаңа if арқылы бөлек беретін болсақ, бұл код көзге әдемі көрінбейді, өйткені тиімсіз болып жазған. Егер бізде 2 продукт бар, 3-4 продукт болатын болса, онда мүлдем күрделеніп кетеді. Ал егер бізде shop продукт емес, осыны 2 класс арқылы бөліп жасақ, мысалы CD продукт или book продукт деп, ол кезде бізде 2 класс болады, және екеуінің ішінде жаңа get summary line деген жаңа біздің екі түрлі түріне жерде, дұрыс па? Ал бірақ та мұндағы жаңа жоғарыда конструкторды және get producer деген сияқты көп кодтар артық код. Мынада бірдей тұр, мынада да бірдей тұр. Ал оны екеу үшеу арай көйт жаза берген бізге тиімсіз. Сол себепті ол проблема шешу үшін осы проблеманың арқасында наследование пайда болады. Мысалы бізде shop продукт деген жаңағыдай класс бар. Оның конструктор бар, өзін жаңа даналар жіберетін. И жаңа продюсерді аламыз. Енді get summary line деген не аламыз. И жатта сол неге extends деген ключевой слово арқылы CD продуктқа наследование жасаймыз. Бұл жерде get player, get summary line деген жаңағы нені бөлек-бөлек book продукт, CD продукт класстарını бөлек-бөлек создать етеміз. Және өзінің жаңа характеристикасына байланысты да несін пайдалы. Өйткені жаңа бізде тұрған мұндағы үлкен кодтар, бұл жерде мысалы бізде 2 қадам мысал болып тұр, көп мысал болатын болса, оның қайта-қайта жазып жүрген тиімсіз. Сол себепті бір класс жасап, соған дочерний класстар жасап, наследование жасау арқылы қажетті методтар қосып, ары жұмыс істей беруге болады. Енді келесі статикалық әдістер, статичный методтар. Статичный методтар ол жаңа біздегі қарапайым жаңа методтарда оларға доступты объект арқылы бөлек-бөлек алатын болсақ, статичный методтар доступты класс арқылы алатын боламыз. Мұнда static example деген класстың ішінде sayhello деген статичный функция бар. Статичный функция көрсету үшін басында static деген ключевой слово жазған функционалына. Енді оған жаңағыдай бөлек бір объект создать етпей, тек қана print пен шығарып шара саламыз. Нені сосын переменені сосын нені. Бізде мысалы кейбір базаларға байланыс жасау немесе сондай күрделі бір функциялар болуы мүмкін, және оны барлық жерде қолданамыз. Ал оны біз әрдайым егер шағара беретін болсақ, онда бізге үлкен память алады, үлкен ненің мысалы сайттың жылдамдығына әсер етеді. Ал егер оларды тек қана осындай статичный методтар арқылы создать етіп, оны тек қана өзін шығаратын болсақ, класс арқылы дос болатын болсақ, онда жеңілдейді.
сәйкесінше егер сәйкесінше жаңа біздің алған статичный методтар, статичный данныйлардың переменаларды шақырған кезде оны өзгертуге болады, және ол класста да өзгерістер доступный болады. Енді келесісі константа. Константа через осы const деген ключевой слово арқылы жазылады, және оны бас әріппен жазу ұйғарылған тиімді деп. Және оның алдында доллар жаңа белгісі қойылмайды. Ал оны мысалы print деп шақырып қолдана аламыз. Ал егер осы неге өзгеріс жасайтын болсақ, онда бізге ашып шығарады. Өйткені нені константаны кейін өзгертуге болмайды, тек қана бір рет жарияланады болды. Сосын абстракт класс. Абстракт класстан абстракт деген ключевой слово арқылы создать етеміз, және оны біз егер одан объект тұратын болсақ, ол бізге ашып қашады. Өйткені абстракт класстан объект жасауға болмайды. Абстрактный класстың тағы бір характеристикасы, егер біз сол абстрактный класстың ішінде бір абстрактный метод создать ететін болсақ, оны тек қана создать етеміз. Және біз егер осы абстрактный классқа наследиені жасайтын болсақ, оның мысалы error white деген шоп продуктты наследиені жасадық, және наследиені жасайтын болсақ, и мұндағы абстрактный данныйлар, абстрактный методтарды біз осы ішіндегі значение класста көрсетпейтін болсақ, онда бізде ошибка шығарады. Өйткені абстрактный классқа значение класстарда соның ішіндегі барлық абстрактный характеристикаларды көрсетуді талап етеді. Ал мұнда сол дұрыс мысал көрсетілген текст продюсер writer'де. Я? Абстрактный класс, мысалы былай айтқанда, кейбір фреймворктар жазылады, дұрыс па? Оны басқа бір жазған, ал ол кодты алып, басқа разработчикте қолданады. Сол кезде жаңа кейінгі нелерге белгілі бір шаблон құру үшін керек, интерфейс ретінде, интерфейсте қазір сота аламыз. Сол ретінде керек болады. Және біз абстрактный класс жасап, және оған ішінде абстрактный көрсеткен методтарды біз міндетті түрде келесі дашенелерді шақырамыз. Демек, мысалы кейбір нелерде наследиені жасау арқылы аламыз, бірақ кейбір біз жаңа методтарды, кейбір данныйларды шақыруды ұмытып кетеді. Одан кейінгі жазған жаңағы екінші разработчик. Солардың бәрін болдырмау үшін керек болады. Интерфейске келесі тұтамыз, мына жерде интерфейсте бар. Шамбаған айырмашылығы бар, абстрактный класста. Интерфейс бар. Трейд деген айтасың ба? О да бар. Интерфейс деген ключевой слово арқылы создать етеміз. Интерфейс жаңа абстрактный класс сияқты белгілі бір шаблон создать етуге көмектеседі. Және осы интерфейстің типін жаңа объектіде типі анықталады. Мысалы бізде мына жерде shop продукт, және оны implements ключевой слово арқылы нені интерфейс шығарамыз. Және бізге осы shop продукт классында объект создать ететін болсақ, оның типі shop продукт, және chargeable деген екеуінде алатын болады. Так. Интерфейсті толығырақ айтайын. Интерфейстің уже керектігі жаңағы абстрактный класс сияқты бір нақты бір белгілі жаңа шаблондарды создать етіп кетеді. Және сол арқылы келесі нелер жасаған разработчиктер сол характеристикаларды қамтамасыз ету керек болады. Егер соған жаңа имплемент жасаған класстарға. Енді трейдтар. Трейдтарды белгілі трейдтен ключевой слово арқылы создать етеміз. Және оны класстың ішіне use деген ключевой слово арқылы шақыратын боламыз. Енді мысалы біз use деп шақырдық, енді біз shop продуктқа объект создать етіп, соған calculate text деген неге методтарға доступ аламыз. Трейдтардың
тредтардың бір жақсы жағы, мысалы бізге белгілі бір методтар бар, белгілі методтар бар, сол методтардың бәрін сол тредтер задать етіп қойып, оны ақыры қолдана аламыз шақырып. Енді бірінші тредті қосып, бірінші тредті мысалы жаңа юзер күшлеу слова арқылы былай түрі қоса аламыз, және осы недегі екі неде дос үстінде болады. Енді егер осы екі тредте де бірде функция келіп қалса, ол жаңа конфликтті шешу үшін instead of деген не қолданамыз. Мына жерде мысалы бізде text tools, calculate text деген екеуінде де бар. Instead of деп былай жазсақ, бізде мына бірінші тұрған трейдтағы нені аламыз, методты алатын боламыз. Енді соңында осы не туралы, PHP туралы пайдалы мәліметтер айтып кетсем, мысалы қазіргі осы мен айтқан мәліметтердің көбі осы кітаптағы 2-3 главадағы жазылған, және оның өзімен толық айтқан жоқпын. Ол жерде көптеген нәрсені қамтамасыз етеді. Егер PHP middle senior ретінде ары қарай дамығысы келетін разработчиктер болатын болса, онда осы кітапты кеңес беретін. Енді кейбір егер де мүлдем опыт жоқ болатын болса, онда осы типтегі кітаптардан бастауға болады. Және мына жерде PHP 7 кітабында полный PHP туралы ақпараттың қамтамасыз етілген, шамамен 600-700 бет қамтамасыз етеді. Сосын келесіде. Енді кейбір, мысалы біздің қазір көріп отқан разработчиктардың көбі, мен ойымша, көп бөлігі жаңағыдай веб-разработчиктер болуы мүмкін, және олар веб-разработкаға қалай бастаймын деген сұрақтар туындауы мүмкін. Және басқа да, мысалы, Android, жаңағы iOS, жаңағы базадан жұмыс істейтін разработчиктарда белгілі бір бағыт бар. Ол жерде белгілі бір немесе екі программалау тілі бар, көбіне бір программалау тілі, бір технология басым рөл атқарады, және соны таңдап жұмыс істейсің. Ал веб саласында өте қиын, өйткені ол жерде әртүрлі жаңағы программалау тілдерімен жұмыс істейді, әртүрлі фреймворктермен жұмыс істейді, қайсысын таңдау, және оның өзін жаңағы веб разработчиктің өзін жаңағы фронт-энд, бэк-энд, жаңағы DevOps разработчик бөлеміз, соның өзіне қайсысын таңдауға көбіне сондай таңдау жасау өте қиын болады. Енді егер жылдам жаңағы старт бастағысы келетін және өзінің нәтижесін алғысы келетін, ары қарай да нәтижесін алғысы келетін разработчиктерге осы PHP тілін кеңестік береміз. Тек қана жылдам бағыт алу үшін емес, қазір PHP тілі жаңағы PHP 7-тен бастап жаңағы барлық OOP-ның барлық бөлімдерін қамтамасыз етеді, және қолдануға ыңғайлы. Енді егер де тек қана жеке өзің отырсын фрилансер ретінде бастаған келеді, шындай команда жоқ, не болатын болсаң, Қазақстанда қалай болса болады. Қазақстанда жаңа хостингтердің көбі жаңа PHP тілінде жазуға ыңғайланған. Енді соны айта кетсем, қалай бастаймын? Мысалы, мына жерде жаңа өзіміз білетін PSKZ несі көрсетілген, хостингтердің бағасы көрсетілген. Мысалы, мұндағы бағалар өте арзан баға. Егер осыдан бір мысалы хостинг алып, соған салып, өзінің сайтын тексеріп көруге болады, солай бастауға болады. И ол жерде кодын тексеріп көре аласың. Бұл жерде тағы бір айтқым келетін нәрсе, просто PHP тілінде старт алу оңай, және Қазақстанда өте PHP разработчик өте тиімді басқа нелерге қарағанда. Python разработчик бар, мысалы, болуы мүмкін, Ruby'де жазу мүмкін, C-Sharp'та жазу мүмкін, жаңа ASP.NET-те. Бірақ оған PHP Java'да көп жазбайды, мен білген. Не тиімді, PHP тиімді, өйткені PHP-да жаңа фреймворктарды көптеп осыға Қазақстанда қолданады. Мен айтпаған тек қана Қазақстанда. Енді туындайтын сұрақ, ал PHP разработчиктердің запатасы туралы туындайды дұрыс па? Запатасы туындайды. Және жаңа мен айтқан OOP керек па? Ол тек қана жаңа PHP жаңа MySQL-мен байланыс жасап, даналар шығарып болды, сол жеткілікті емес пе деген сұрақтар туындайды. Енді вакансияларға көшетін болсақ, мысалы, хиткатта алынған нелер, вакансиялар, мына жерде PHP программистер вакансия тұр. Tender деген компания, Tender деген компания жариялаған, запатасына 220-300 арасында. Қалған требования қарайтын болсақ, отличные знания принципов OOP деп тұр. PHP и OOP-ны білу керек. Жаңағы жоғары
запад алатын PHP программист болғысы келетін болса, мына жерде тағы келесі колесо групп компаниясының несі көрсетілген. Мында да жаңағы PHP опы сұрап тұр. Келесі тағы бір вакансияны қарасақ, ол жерде де опы PHP аға міндетті де опын білу керек. Мында да сондай. PHP сеньор сұрап өткен болды, мына жерде опыны мен түсіну керек, жұмыс жасай білу керек. Осы, назарларыңызға рахмет. Сұрақ бар ма? С вами кішкене сөйлейінші. Жаңғада бәкен жасап. Веб жазап? Но просто жазады, но көп компаниялар жазбайды ғой. Банктер жазбаса жаңағыдай жасап. Сұрақ қойшы, әке. Қазір мысалы PHP ескіріп жатыр дейді, говно болып жатыр. Жоқ, ондай емес, керісінше. Қазір жаңадан енді басып жатқан адамдарға оның орнына қандай тілді қолданса болады, именно осы серверден частқа мысалы енді жаңа технология жазу керек. Жоқ, өзім таңдауына байланысты. Мысалы біреулер болады, жаңағы Python жазып көреді, типа Python онлайнда жүретіндер болады. Оларға Python жасауға болады. Шынында келсек, PHP легче ғой қалғандарына. Просто PHP-дағы бір жаңа минустар асинхронус жоқ қой. Но егер сен бір асинхронус бар жаңа JavaScript фреймворкта оның фронтенде қолданатын болсаң, онда сен серверді жаңағы PHP қолдансаң, ол жеткілікті деп ойлаймын. Серверіне неге? Өйткені қазіргі кезде жаңа PHP 7 және PHP 7-тен ары қарай версияларында жаңа опыны толық қолдайды. Менің ойымша тиімді деп ойлаймын. Еще фреймворктарда да жаңа Laravel фреймворк жылдан жылға жаңарып отыр.